Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Қазақ боксшысының қарсыласы жекпе-жек алдында қиындыққа ұшырап отыр. Оңтүстік Африка боксшысы Азинга Фузил Астанаға қашан келетіні белгілі болды. 5 сәуірде ол қазақстандық Сұлтан Заурбекпен жекпе-жекке шығады деп хабарлайды. Бірақ африкалық Қазақстанға өте кеш келетін сияқты. Наурыз соңына дейін қазақстандықтың қарсыласы өз елінде жаттығады екен. Бұл туралы оның менеджері Мландли Теңфир айтып береді. Өйткені 30 наурыз Итс Лондонда турнир өтеді. Физулинің бапкері Золаны Тете өзі жаттықтыратын өзге боксшыларға айқас кезінде көмектесуі қажет. Жарыстан кейін Тете мен Азинга бірден Қазақстанға аттанады. Өйткені 5 сәуірде Фузили Сұлтанмен екінші жартылай жеңіл салмақта 10 раундтық айқасқа шығады. Азинга Қазақстанға неғұрлым ерте келсе, соғұрлым ертерек климатқа бейімделеді деп береді Теңфердің сөзін Сот Лайф. Алайда ОАП дағы турнир тек 30 наурызда өтсе, боксшының климатқа бейімделіп соңғы дайындығын өткізуға 5-6 күн ғана қалады. Айта кетейік, Фузили кезінде IBF International және IBF ұйымының африкалық белбеуін иелеген еді. 5 сәуір Жәнібек Әлемханұлы мен франциялық Ануэль Негемесинде жекпе-жегі болады достар. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана осы каналда болады. Сіздерден тек қолдау, лайк и подписаться, комментарий. Баршаға рахмет.